Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 24-ші сабақ тасымал тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Жаттап ал. Лағым. Шөре-шөре лағым. Тентек болма шырағым. Секек деме деміңді ал. Селтең демей құлағың. Марқа туған бөрте лақ. Әңгімеге сал құлақ. Ойнай көрме тым ұзап, боп жүрмесін бөрі тап. Өлеңнің авторы Әбділда Тәжібаев. Бөрте. Бөрте дегеніміз балалар, көкшіл теңбілдері бар, ақ түсті айтамыз. Міне суретте көріп тұрғандарындай. Балалар, өлең не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, лақ туралы айтылған. Балалар, шөре-шөре деп біз лақты шақырамыз. Лаққа тентек болма, секек деме, селтең деме деп айтты өлеңде. Марқа туған бөрте лақ, әңгімеге сал құлақ дейді. Тым ұзақта ойнама, бөрі жеп қоймасын деп айтып тұр екен. Лақтың түсін сипаттайықшы балалар. Марқа туған бөрте лақ дейді, яғни сұр мен ақ түс араласқан көкшіл теңбілдері бар ақ түсті біз бөрте лақ деп айтады екенбіз. Ал ендеше екінші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз дейді. Мен тентектеу лақпын, мүйізі жоқ шұнақпын. Қой бастайтын серке боп, жолын өтем сынақтың. Өлеңнің авторы Нұрғажа Ораз. Балалар, мұндағы керекті сөздер бізде лақ, серке. Осы сөздерді өлеңге қояды екенбіз. Мүйіз сөзін тасымалдап жаз дейді балалар. Мүйіз сөзін тасымалдап жазып көрейікші. Жақсы, олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Сурет бойынша суретке қарап мәтін құрауымыз керек. Балалар, мына суретте не көріп тұрмыз? Жайлауда төрт түлік жайылып, секектеп, ойнап жүр екен. Тағы да өздеріңнің ойларыңа қарай суретке қарап мәтін құраймыз. Жақсы балалар, келесі кездескенше менің каналым ұнап жатса тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.